Ислам, өтіп жатқан тарауымыз, яғни тригонометрияны бастадық да. Қазір оны қаншалықты түсінгендіктеріңізді білу үшін мен сұрақтар қою арқылы сізден білемін. Бүгінгі біздің тақырыбымыз тригонометрия өрнектері. Тригонометрия өрнектерінің ішіндегі ең негізгі көп қолданылатын өрнектерді өтеміз. Енді балдар, бүгінгі сабақтың ерекшелігін мен сіздерге айтып отырмын. Бұрын мұғалім түсіндіреді да, сіздер ағақ қалып кетеді. Ал бүгінгі біздің яғни методикамыз үш өлшемді Қараевтың оқытудың үш өлшемді әдістемелік жүйесі арқылы оқыту. Яғни бұның ерекшелігі, мен сіздерге тек кішкене ғана бағыт беремін, әрі қарата сіздер өздеріңіз алып кетесіздер, дәлелдейсіздер. Мен формуланы бастап жазғаннан кейін түрлендіруді өздеріңіз ойлап, әрі қарата сіздер тек қана өздеріңіз жұмыс істейсіздер. Өз бетімен жұмыс істеу есебінде жаңа тақырыпты. Енді мен жаңа айттым ғой, тригонометрия өрнектері дедім. Енді тригонометрияны есімізге түсу үшін ең алдымен бізде көпір тапсырмалар дейді. Көпір деген білесіздер ғой да, яғни екі ортаны жалғап отырады. Сол сияқты біз соны математика саласында қолданамыз. Көпір тапсырмалары. Бірінші, тригонометриялық функцияларға синус, косинус, тангенс, котангенс жатады. Бізде көпірді жалғап жібердік. Яғни тригонометриялық функцияларға жататын синус альфа, косинус альфа, тангенс альфа, котангенс альфа. Келісесіздер ма? Келісесіздер, жақсы. Екінші, y тең синус x функциясы дегеніміз радиус вектор ординатасының вектор ұзындығына қатынасын векторын OX осымен жасайтын альфа бұрышының синус деп атайды. Y тең синус x функциясының анықталу облысы барлық сандар жиынының мәндерінің облысы минус 1 мен плюс 1-дің аралығында жүреді. Жақсы болар. Анықталу облысы барлық сандар жиыны, ал мәндерінің облысы не? Минус 1 мен 1-дің аралығы. Келісесіздер ма? Келісесіздер. Яғни ординатаның бізде радиус ұзындығына қатынасын біз синус дедік та. Әрі қарата екінші сұрақ, y тең косинус x функциясы дегеніміз көпір жалғаймыз әрі қарата. Радиус вектор абсцисиясының осы вектор ұзындығына қатынасын радиус вектор OX осымен жасайтын бұрышын косинус деп атаймыз. Y тең косинус x функциясының анықталу облысы нақты сандар жиынынан тұрады, ал мәндерінің облысы минус 1-ден плюс 1 аралығындағы сандар жиынынан тұрады. Дұрыс, келісесіздер ма? Яғни синус пен косинустың анықталу облысы мен мәндерінің жиыны байқа не істеп отырсыздар, байқа отырсыздар. Қандай? Бірдей. Әрі қарата келесі сұрақ, төртінші оқимыз, оқиғы. Радиус векторының ординатасының абсцисиясының ұзындығына қатынасы радиус вектордың OX жасайтын альфа бұрышының тангенсі деп аталады. Дұрыс па? Дұрыс, жақсы. Келесі сұрақ. Кім оқиды оқиғы? Божан. Радиус вектор абсцисиясының ұзындығына қатынасын радиус векторының OX жасайтын альфа бұрышының котангенсі деп аталады. Котангенс, да? Жақсы, біз танысып алдық. Енді әрі қарата қасиеттерін пайдаланамыз, тригонометриялық функциялардың таңбаларын айта қоялым. Синус бірінші ширекте плюс, екінші ширекте плюс, үшінші ширекте минус, төртінші ширекте минус. Косинус бірінші ширекте плюс, екінші ширекте минус, үшінші ширекте минус, төртінші ширекте плюс. Тангенс бірінші ширекте плюс, екінші ширекте минус, үшінші ширекте плюс, төртінші ширекте минус. Котангенс бірінші ширекте плюс, екінші ширекте минус, үшінші ширекте плюс, төртінші ширекте минус. Дұрыс па болды? Яғни синус бізде плюс, минус, минус, косинус плюс, минус, плюс, тангенс, плюс, минус, котангенста, плюс, минус. Жақсы, әрі қарата тригонометриялық функциялардың периодтылығы және жұптығы. Кім айтады? Айда? Синус 4π плюс минус 6π және тағы басқалары. Тангенс альфа мен котангенс альфа пи болып келеді. Жақсы, балдар, қайсы функция жұп, қайсы функция тақ? Косинус жұп, синус Қалғандардың бәрі тақындардың бәрі да. Екінші периоды қандай? Косинус пен синустың. Пи ма? Екінші периоды минус 2π. Жақсы, балдар. Енді әрі қарата жаңа сабағымызға кірсек, балдар, графиктерін. Енді екінші балдар бізде теориясы білу дейді. Мен сіздерге тек қана кішкене бағыт беремін, әрі қарата сіздер өздеріңіз алып кетесіздер. Осы тригонометриядағы ең негізгі формула бізде синус квадрат альфа мен косинус квадрат альфаның
қосындысы бірге тең деген сөз. Яғни біз есепті шығарған кезде, түрлендірген кезде, яғни синус альфа мен косинус квадрат альфа келсе, мысалы, оның орнына не қойып кете аламыз? Бірді өзіміздің есеміздің, яғни ыңғайына қарата. Егер бір болса, тағы да ақшамдауға байланысты екеуінің орнын бірімен бірін істей аламыз, алмастыра аламыз. Жақсы, енді түрлендіруді сендер өздерің шығарасыңдар. Енді барлық жағдайда бізде былай берілмейді ғой. Мысалы, синус квадрат альфа қосылған косинус квадрат альфа бірге тең. Осыдан маған синус квадрат альфаны кім тауып бере алады? Мына өрнек бойынша келе қойып тез-тездік. Мына өрнек бойынша бізге несе барлық жағдайда бермейді. Мысалы, синус квадрат альфаны табу керек болады бізге. Сол жағдайда сен қалай істейсің? Сөйле. 1 минус косинус квадрат. Ал синус альфаны тапсақ тек қана? Синус альфаны алсақ, бірге аламыз. Яғни екі жағын квадраттап жібереміз, сонда 1 косинус квадрат альфа болады. Дұрыс, жақсы отыра ғой. Міне балдар, мына формуланың өзін біз бірнеше жағдайға түрлендірдік. Себебі біз есептете қатып қалған жағдай жоқ қой. Әртүрлі, мысалы, синус квадрат альфаны табу керек болады, я синус альфаны табу керек болады. Сол жағдайда мынаны біз түрлендіріп шығара қоямыз. Енді әр қаратта өздеріңіз маған тез косинус квадрат альфаны табасыңдар да, маған оқи қоясыңдар. Тез табыңдар, тез формуланы түрлендіріңдер.